ауыз ашар сәтінде құрма, су секілді мейіз, бал, жаңғақ осындай дәрумендерді дайындап қою керек. Бірақ осылардың ішінде ең бірінші қайсысымен ауыз ашу керек десе, оған Пайғамбар алейхиссалам хадисі келтіреді. Имам Термизи деген хадисте Пайғамбар алейхиссалам айтады: ауызды құрмамен ашыңыздар дейді. Құрмамен. Құрмада береке бар деген. Егер құрмамен ашуға шамаларыңыз келмесе, онда сумен ашыңыздар. Су өте бұл таза деген. Хадис осымен тамам. Енді неге құрма? Оны мынау медицина саласындағы дәрігерлер, соны зерттеген мамандардың айтуынша, құрманың бойында адамға керек 10 дәрумен бар дейді. 10 шақты дәруменнің витаминдері болады дейді. Адам азаннан кешке шейін аш жүрген кезде, шөлдеген кезде, аш жүрген кезде